негізі мен дайындалған, бірақ сәл қобалжып бәрін ұмытып қалдым. Біз сенімен таныс болғанымызға көп уақыт болды. Осы уақыт бойы сен бәріне шыдап, менің оңай емес мінезімді көтеріп жүрсің. Сен маған, менің достарыма, ата-анама қатты ұнайсың. Сені кездестіргенге шейін мен қалай өмір сүргенін білмеймін, және келешекте де сенсіз өзімді көре алмаймын. Сондықтан көп созбай, Алиса, сен маған тұрмысқа шығасың ба? Не думаю, что я хорошая кандидатура. Я, как бы это помягче, несколько бесплотна. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри вашего устройства и сейчас расскажу, как его настроить. Достар, алдарыңызда Яндекс станция Лайт. Мінекей, болашаққа тағы бір қадам бастық. Бастамас бұрын, ең басты кемшілігін айта кетейін. Иә, өкінішке орай, Алиса қазақ тілін білмейді. Қараңыз. Алиса, қалайсың? Алиса, сәлем. 2 hours later. Алиса, ауа райын айтшы. Мүмкін Алиса жақсы аудармашы шығар. Тексеріп көрейік. Алиса, переведи на казахский слово яблоко. Яблоко на казахском. Алма. Алиса, переведи на казахский солнце. Солнце на казахском. Ком. Алиса, переведи на казахский язык слово дом. Дом на казахском. Ой. Таңғалатын несі бар? Біріншіден, өзімізде қазақ тілін қатырып сөйлемейміз ғой. Ал екіншіден, 2017 жылы Яндекс басшылары ТМД елдерінің 3 тілдерін енгіземіз деген уәде берген. Олар Беларусь, Украин және қазақ тілдері. Бірақ, басты шарттардың бірі, сол елде Яндекспен қолданушылардың саны 40%-ға жету керек. Ал бізде болса ол тек 13-18%-ға дейін жетіп тұр. Сондықтан, Алиса қазақша сөйлесін десеңіз, онда Яндекспен жиірек қолданыңыз. Бірінші, сыртынан бастайық. Байқасаңыздар, сыртында артық еш нәрсе жоқ. 4 батырма ең керегі қойылған. Мысалы, мына жерді бассаңыз, Яндекс станция Лайт дауысыңызды естімейді. Сонымен қатар, плюс пен минус және пауза кнопкалары қойылған. Расымен де ыңғайлы, көзге де әдемі көрінеді. Төменгі жағына сырғып кетпесін деп шағын резеңке жабыстырылған. Негізі Яндекс Лайт пен Яндекс Минидің қандай айырмашылығы бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Ал біріншіден ол дыбыстың күштілігі. Егер Лайтта 5 ватт болса, Миниде 3 ватт. Бірақ бұл жерде Лайттың бір кемшілігі шығып қалады. Егер біз Миниге сыртқы колонка, динамиктарды қоса алсақ, Лайтта бұл жағдай қарастырылмаған. Неге екені мен үшін де белгісіз. Яндекстің өткен станциялармен салыстыратын болсақ, Лайтта қолдың қимылын анықтайтын функция жоқ. Мысалы, басқа модельдерінде музыканың дыбыс деңгейін қолмен немесе даусыңызбен басқаратын едіңіз. Ал бұл жерде тек даусыңызбен. Иә, біреуге бұл кемшілік болса, кейбіріне керісінше ыңғайлы. Себебі кейбір қолданушылардың айтуы бойынша Яндекс станция қол қимылына дұрыс бағынбайды. Бұл шығарылымның ерекшеліктері жетерлік. Мысалы, Яндекс станция Лайттың 6 түрі бар. 6-ның түстері де әртүрлі. Соған қарай мінездері де бірдей емес. Сөйлегендері де бір-біріне ұқсамайды. Күлгін түс. Достармен көңілді уақыт өткізетін жандарға арналған. Көгілдір түс махаббатқа жақын адамдар үшін. Сары түс шекараны көрмейтіндерге дәл келеді. Қызғылт түс сиқырға сенетіндермен жарасым табады. Ақшыл сары тыныштықты қалайтын сабырлы жандар үшін. Тағы бір ескерту, Лайт станцияларын өзіңіздің мінезіңізге ұқсас етіп алыңыз. Тыныштықты жақсы көретін болсаңыз, күлгін түспен басыңыз піспейді. Тіпті музыкалық талғамдарыңыз да әртүрлі болады. Тағы бір кемшілігін айтпай кету мүмкін емес. Бұл станция тек тоқпен жұмыс істейді. Далаға шығып өзімен алып кете алмайсың. Алдыңғы станциялармен де тура сондай жағдай болды. Болашақта өзінің аккумулятормен шығарады деген сенімдемін. Бірақ бұл үйде тұратын зат қой. Сондықтан Яндекс бұл туралы бас қатырмаған секілді. Мысалы, үйдегі тұрған теледидарды далаға шығарып жүрмейсің ғой, сол сияқты. Одан бөлек, Bluetooth арқылы смартфондарды қосып, станцияны колонка ретінде қолдануға болады. Әрине, дыбыс күші Яндекс Max сияқты мықты болмайды. Бірақ алдың модельдеріне қарағанда бағасы да арзанырақ, 23 000 теңге. Бұл бізге не үшін керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Жауабы әрине өмірді жеңілдету мақсатында. Оятқыштан бастап тіл үйренуге дейін көмектеседі. Одан бөлек кішкентай балаларыңызға да ыңғайлы. Олар 24 сағаттап ұялы телефонда отыруды азайтады.
керек десең, ертегіні де айтып береді. Жалпы айтқанда үйіңдегі ақылды көмекшің. Ақылды үй, яғни умный дом дегенді соңғы кездері жиі естіген шығарсыңдар. Осы Яндекс станция сол ақылды үйдің орнын толтырып тұр. Мысалы, үйдегі шамсорғыш, теледидар, кондиционер, шамдарды бәрін осы Алисамен басқаруға болады. Алиса, выключи лампочку. Не шаршадым. Ладно, Алиса, спокойной ночи. Добрых снов. Зовите, когда соскучитесь. Наконец-то уснул. Все, давай, Биба, я погнал. Что, допоздна?